Алматының Бостандық ауданына қарасты аумағында шу шықты. Қаншама жыл ортақ қолданыста болған 6 соттық жерді бұрынғы төраға заңсыз қоршап алды деген тұрғындар істің ақ-қарасын ажыратуды сұрайды. Азаматтардың арызы құлағына жеткен аудан әкімі де аталған орынға келді. Кінә кімде? Кінәрат неден? Мадина Оқас ашып айтады. Баяғыдан тұрғындар қоқысын тастап, ортақ мәселе шықса жинала қалатын аумақ негізі жекеменшік жер екен. Оның өзін азаматтар енді ғана біліп отыр. 360 үй мен 3 саяжай қарайтын алаңның кейін анықталғандай жекеге өткеніне 10 жыл болыпты. Көпшілік бұрынғы пәтер иелері кооперативінің жетекшісі бұл жерді заңсыз алды деп есептейді. Вагончиктардың қасына барып біз өтіп жүрдік без проблем. Енді жақында келсек, бәрі қоршап қойып, дәне өтіп баратыраны көріңіз, мына частниктер жіберсе жібереді, жібермесе жібермейді орамына. Расында да олардың меншігіне айналған. Сонда да мынау заңды, заңсыз оны әділетті органдар бар ғой, солар тексеруге тиіс қой. Даулы аумақ қоқыс алаңынан бөлек зираттарға апарар жолды да қамтып жатыр. Егер жер жекеменшікке өтсе, жерленген ата-бабаларымызға да бара алмай қаламыз дейді наразы жұрт. Мына жерде зиратқа жол болған, зиратқа қарай. Оны да жауып тастады. Қазір зиратқа кісілер уже өтемейді. Қазір өзім бүкіл қалада айналып, машинамен қандай мусорка табам соған апарып жүрмін. Лет, значит, 10 назад. 10 жыл бұрын жер заңсыз тартып алынып, кейіннен жекеге өтіпті. Біз ол кезде бұл жайттан бейхабар болдық қой. Арада бірнеше жыл өткен соң ғана анығын біліп отырмыз. Басқаны былай қойғанда әке-шешеміздің басына бара алмай қалдық. Мәселенің мүмкіндігінше тез шешілгенін қалар едік. Көпшілік заңсыз деген жер анығында заңды болып шықты. Сот сондай шешім қабылдаған. Мақұл, ал ортақ қолданыстағы қоқыс алаңы не болады? Жауапты әкім берді. Обследовали всю территорию. Мәселені жан-жақты анықтап, біз қоқыс алаңын тек тұрғын үй кешенінің жанынан сала алатынымызды білдік. Әрине жер әкімдікке қарайды. Қазір тиісті органдар қажет жұмысты атқарып жатыр. Егер нәтиже оң шықса, жұмысты жақын арада аяқтаймыз. Қоқыс алаңы бір жақты болғанымен зиратқа апарар жолдың жайын әлі жер инспекциясы қарастырады. Аудан әкімі егер қоршалған аумақ расында заңға сай болса, онда бітімгерлік арқылы белгілі бір жерден жол салуға рұқсат сұрайтынын айтады. Мадина Оқас, Дамир Айнитов, Рашидин Якупов, Алматы телеарнасы.